Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен тауық еті мен ірімшік қосып дайындалатын киш пирогын дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Шұңғыл ыдысқа ұнымызды електен өткізіп саламыз. Кейін үстіне сары майымызды салып, жақсылап қолымыздың көмегімен видеода көрсетілгендей етіп қопсытып аламыз. Сары майымызды үкіштен өткізіп салсаңыз да болады. Кейін үстіне жұмыртқамызды салып, салқын суымызды құйып, жақсылап біркелкі етіп, қамыр илеп аламыз. Қамырымызды көп илеп баспаймыз, себебі қатайып қалуы мүмкін. Жақсылап дайындалған қамырымызды 20-30 минутқа тоңазытқышқа сала тұрамыз. Кейін салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына тауық еті мен пиязды жақсылап баяу отта қуырып аламын. Салмасына өз қалауыңыз бойынша картоп немесе саңырау құлақ, тіпті брокколи салсаңыз да болады. Ендігі кезекте құймасын дайындаймыз, яғни заливка. Ол үшін 33% сливки мен сүттің үстіне жұмыртқамызды салып, жақсылап біріктіріп араластырып аламыз. Құрамы видеоның астында көрсетілген. Егер де сізде 33% сливки болмаса, кәдімгі дүкеннің 20% сливкиінде қолдансаңыз болады. Видеода көрсетілгендей кейін ірімшігімізді салып, тұзымызды салып, барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Тоңазытқыштан қамырымызды алып шығып, видеода көрсетілгендей жақсылап жұқа етіп қолымыздың көмегімен жайып аламыз. Кейін үстін шанышқымен тесіп өтеміз. Үстіне салмамызды салып, кейін помидорымызды, яғни қызанағымызды орналастырып, заливкамызды, яғни құймамызды жақсылап осылай құйып шығамыз. Формадан асып кетпеу керек. Қызып тұрған 180 градустағы пешке 25-30 минутқа осылай қызарғанша пісіріп аламыз. Дайын болған пирогымыз өте дәмді, басқа пирогтардан ерекше болып піседі. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.